Сәлеметсіздер ме, қыздар, жігіттер? Қазір мен сіздерге браузерге қайта кірмей Битспейс.kz-ті главный экранға қалай шығарып алу керек екенін көрсетемін. Міне Google Chromeға кіреміз. Так, сосын мына жерге Bitspace деп жазамыз. Bitspace. Міне менде шығып тұр екен. Так, соны басамыз. Қазір міне осылай шығу керек. Так, күтеміз. Так, міне шықты. Міне осылай болып шықты. Енді мына жерде астындағы 3 сызық емес, үстіндегі 3 нүктені басамыз. Сосын добавить на главный экран. Міне қазір тағы загрузка жасалып жатыр. Күтеміз. Міне Bitspace, сосын мынандай значок шығып тұр. Добавить. Енді мына жерде для добавления коснитесь значка или воспользуйтесь кнопкой добавить. Добавить басамыз. Міне добавлен на главный экран деп тұр. Енді главный экранды қараймыз. Так, міне на главный экран добавить етілді. Енді осылай кез келген сайтты, мысалға Сипинет Проны осылай главный экранға шығарып алуға болады. Сіздерге қандай сайт главный экранға шығарып алу керек, тап осылай шығарып аласыздар. Енді Bitspace.kz-ге кіреміз. Мына значокты жаңа басып кіреміз. Міне войти басамыз. Сосын логин парольдеріңізді саласыздар. Сосын войти басасыздар. Болды, міне осылай кіреміз. Міне осындай кабинет шығады. Болды, сосын шығып кету керек болғанда міне выходты басамыз. Болды, осылай шығады. Сәттілік тілеймін баршаңызға.